Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен доңғандардың ұлттық тағамы момосай әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бізге жылы су, тұз, ашытқы, өсімдік майы қажет болады. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді подливіне кірісеміз. Майымызды құйып, қызған кезде етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды саламыз, болгар бұрыштарын саламыз. Қызанақ пастасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Сәбізімізді саламыз. Картобымызды саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, кориандр, аз ғана зіре, қызыл бұрыш саламыз, жақсылап араластырамыз. Су құямыз. Және де 2 чеснокты майдалап турап саламыз, лавр жапырағын саламыз. Баяу отта піскенше бұқтырып бетін жауып қоямыз. Енді жаңағы ашыған дайын қамырымызды алып, жая бастаймыз. Осындай қатты қалың да емес, жұқа да емес. Жайып алып, арасына сары май жағып, өзіңіз қалауынша укроп немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Осылайна видеода көрсетілгенде орап, кесіп, арнайы пішіндерін келтіріп аламыз. Мантаваркамызды майлап астын. Жаңағы дайын қамырымыздан осындай булочкалар жасаймыз пішінмен. Видеода көрсетілгендей созып, дөңгелетіп, қатты бір басамыз. Енді екіншісіне укроп және де аз ғана күнжітпен де жасап көрдім. Өзіңіз қалауынша күнжіт қоспасаңыз да болады. Мінекей. Видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Дайын нандарымызды енді бетін жауып, сәл қоя тұрамыз 20-25 минуттай. Сәл көтерілгеннен соң бетіне сары май жағамыз. Тағы да 15 минут жылы жерге қоямыз. Енді қайнап тұрған судың үстіне қойып пісіріп аламыз 35 минуттай. Астарыңыз дәмді болсын. Осымен біздің момосай тағамымыз дайын.